Баршаңызға сәлем. 95-ші сабақ 2-ші сыныптың тақырыбын талдайтын боламыз. Көбейту және бөлудің белгісіз компоненттерін табуға берілген есептер. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар, достар. Бірінші есеп әжем немерелеріне арнап көрпешелер тікті. Ол күніне 4 көрпешеден тігіп, 6 күнде бітірді. Әжем неше көрпеше тікті? Қараймыз мына жерде. Алғашында бірінші күні 4 көрпеше тігеді. Одан кейін тағы 4 көрпеше, одан кейін тағы 4-сеу, одан кейін тағы 4-сеу, тағы 4-сеу және тағы 4-сеу. Барлығы бізде 6 күнде, иә. Енді мына 4-терді қоссақ, 4-тің нешеуі бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6 бар, иә. Шешуі 4-ті 6-ға көбейтсемін 24. Жауабы әжем 24 көрпеше тікті. Келесі есеп. Номер 2-ші есеп. Әжем күніне 4 көрпеше тігіп, бірнеше күнде 24 көрпеше дайындады. Әжем осы көрпешелерді неше күнде тікті дейді. Екіншісі шешуі. Бұда 24-ті 4-ке бөлемін, 6 күн болады. Жауабы 6 күнде тігіп бітірді. Номер 3. Әжем 24 көрпеше күніне бірнешеуден тігіп, 6 күнде бітірді. Әжем күніне неше көрпеше тікті? Шешуі. 24-ті 6 күнге бөлемін, 4 көрпешеден келеді. Жауабы күніне 4 көрпеше тікті. Келесі есеп. Номер 4-ші есеп. 3 себеттің әр біреуінде 8 орам жіп бар. Себеттердің барлығы неше орам жіп? Осы есепке кері есеп құрастыр және оларды шығар. 4-ші есеп шешуі. 3 себеттің әр бірінде 8 орам бар. 3-ті 8-ге көбейтсемін 24 болады. Жауабы барлығы 24 орам жіп. Енді осыған кері есеп құрастырайық. Барлығы 24 орам жіп, әр қайсында 8 орам жіп бар. Барлығы неше себет бар деп жазсақ болады, иә? Барлығы 24 орам жіп. Барлығы 24 орам жіп, 8 орам жіптен салынды. Орам жіп әр себетке 8 орам жіптен салынды. Әр қайсында неше себет бар? Шешуі 24-ті 8-ге бөлемін, 3 болады. Жауабы 3 себет бар. 5-ші есеп. Амалдарды орындалу реті бойынша өрнектер құр, олардың мәнін тап. 28 бөлемін 4 және 7 қосамын 16 дейді. Так, бұлай болады. 28 бөлемін 4 қосамын 16. Сонда менде 23 шығады. 11 азайтамын 7 және 16 бөлемін 4. 16 бөлемін 11 азайтамын 7 болады. Жауабы 4 шығады. 8 көбейтемін 3, сонда 35 азайтамын 8 көбейтемін 3 тең 1 болады. Келесі теңдеуді шығар. Біріншісі x көбейтемін 9 тең болады 27. X тең 27-ні 9-ға бөлемін, x тең болады 3. Тексерем, 3 көбейтемін 9 тең 27, 27 тең 27. 24 бөлемін y тең 3, y тең 24 бөлемін 3, y тең 8. Тексеремін,
24 бөлемін 8 тең 3, 3 тең 3. Келесі есеп. 7-ші есеп. Апам Наурыз мерекесіне арнап қоржындар тоқыды және оларды 4 сөмкеге бөліп салды. Егер әр сөмкеде 9 қоржыннан болса, барлығы неше қоржын тоқыды? 7-ші есеп. Шешуі. 4 сөмкеге бөліп салды, 9 қоржыннан 4 көбейтемін 9 тең 36. Жауабы барлығы 36 қоржын. Осыған кері есеп құрастырсақ, барлығы 36 қоржын, әр сөмкеге 9 қоржыннан салды. Неше сөмке? Барлығы неше сөмке болды? Барлығы 36 қоржын, әр сөмкеге 9 қоржыннан салды. Барлығы неше сөмке? Шешуі 36-ны 9-ға бөлеміз. 4 болады. Жауабы 4 сөмке. Өрнекті мәнін дұрыс тауып, қазақ халқының ойық өрнектерін біліп ал. 28 бөлемін 4, номер 8. 28 4-ке бөлем 7, оған 25-ті қосамын, 32. Мынау 4 құлақ. Келесі 45 бөлемін 5, қосамын 43. 9 ба, 9-а 43-ті қоссам 52. Мынау құс қанаты. 5 көбейтемін 7, азайтамын 22. 35 азайтамын 22, 13. Мынау жапырақ. 15 қосамын 36 бөлемін 4, 15 қосамын 9 тең 24. Мынау қаз мойын. Осымен сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.